Sәлеметсіздерме? Бүгінгі күннің есебінің шешіміне қош келдіңіздер. Бұл жерде сұрақты тағы бір рет оқып кетейік. Бізге Т көлемді бір массив беріледі. Яғни бұл жерде Т дегеніміз не? Яғни 4 болып кетеді. Неге бұл 4 болып кетеді? Себебі Codeforce осындай жұмыс жасайды. Көбінесе бізге көлемін береді, кейін массивтің өзін береді. Yani бұл жерде Т дегеніміз мынау болып кетеді. Ал намыс массив болса, бұл төмендегі болып кетеді. Ondan басқа val элементі беріледі. Val дегеніміз бұл үшінші болып кетеді. Намыс массивінен val элементін алып тастау керек, және намыс массивін қайтару керек. Яғни былайша айтқан кезімізде бұл жерде 3-ті жою керек. Қалған сандарды болса бізге шығарып беру керек көргеніңіздей. Екіншіде де дәл солай 5 ұзындықты бір массив берілген. Жетілерді жою керек. Жетілер жойған кезімізде 5, 6, 8 қалады. Сұрақты түсінген шығарсыз деп ойлаймын. Қысқа түрде беруге тырыстым. Енді біз кодымызды жазуға бастайық. Ең бірінші Т-ны қабылдауымыз керек. Т-ны қабылдау үшін Т тең int, онан кейін input қолданып кетеміз. Бұны енді білетін шығарсыздар. Val үшін де дәл осындай нәрсе. Бұл жерде val үшін де дәл осындай код жазып кетемін. Енді кейбір кездерде деген мына массив қабылдауда деген ұмыттуыңыз мүмкін, бірақ бірнеше рет жазған кезіңізде ұмытпайсыз. Бұл жерде намыс тең, ең бірінші біздікі массив болғандықтан list деп бастаймыз. Lisттің ішінде map болу керек. Map'тың ішінде екі түрлі нәрсе бар. Біріншісі бізді қабылдайтын мәніміздің дерек түрін көрсетеді, бұл int. Екіншісі болса, бұл жерде біз input қолданып кетеміз. Input бізді қабылдау үшін, бірақ деген біз бір жолда қабылдағандықтан, мына жерде көріп тұрсыздар, мына жерде жойып жіберейік. Мына жерде көріп тұрсыздар, біз бір жолда қабылдағандықтан бұларды бөлу керек. Бөлу үшін болса, бұл жерде бос орынды, яғни пробел деп айтсақ болады, пробелді қолданып кетеді. Ол үшін де біз split қолданамыз. Нүкте split деп жазамыз. Енді мен бұл сұрақты шешкен кезімде осындай ойладым. Ең бірінші менде қанша дана, біздің массивте қанша дана бұл val элементі бар екен, соны есептейміз. Мысалы, мына жерге қарасаңыздар, 2 дана бар. Бірақ мен бұны 2 деп бермем керек. Бұны мен len қолданып табуым керек. Немесе count қолданып табуым керек. Len қолданған кезімде түгел массивтің деген ұзындығын береді. Count қолданған кезімде қанша элемент бар екендігін береді. Сол себепті мен n тең дедім. Менің массивім намыста қанша дана count санау деген, қанша дана val бар деп бұны жаздым. Онан кейін қашанда бұл нім менің 0-ден үлкен болған кезде, онда не істеймін? Намыс деген массивімден бұл valды шығаруым, яғни былайша айтқан кезімізде жоюым керек, бір-бірден жоюым керек. Жою үшін біз бірнеше нәрсе қолданамыз. Біріншісі, ең көп қолданылатын бұл pop. Бірақ popты қолданған кезімізде бұл индекске байланысты жою болып кетеді. Екіншісін кейін айтам, үшіншісі болса бізде clear болады. Clear дегеніміз түгел массивті жойып кетеді. Ал біздің қазір қолданатынымыз болса, бұл remove болады. Remove жақшаның ішінде val деген кезімде бір-бірден жойып кетеді, яғни мәндің өзіне қарай жойып кетеді. Сол себепті бұнан кейін есіңізде болсын, while қолданған кезімізде мына шартты қате ететін бір жағдай болу керек. Сол себепті бұл жерде n тең n шығару 1 деп кетемін. Осылай жазсаңыздар да болады. Әр ретінде енді азайтады бұл. Немесе мынандай қысқаша жазсаңыздар да болады. Онан кейін мен біздің массивті тағы бір рет шығаруым, яғни былайша айтқан кезімізде қайтаруым керек. Ол үшін де print намыс дейміз. Енді бұл кодымызды сақтап жүргіземіз. Жүргізген кезімізде біріншіні беріп көрейік. Бірінші тестімізді беретін болсақ, 4, 3, 2, 2, 3 және 3. 4, 3, 2, 2, 3 және 3. 3-терді жойып, бізге 2, 2 деп шығару керек. Жалпы шығарды, дұрыс, бірақ бұл жерде бір нюанс бар кішкене. Бұл нюанс не зат? Бұл нюансымыз осы. Мына жерде көріп тұрғаныңызда 2, 2 деп шыққан кезінде жақша жадық, үтір де жоқ. Яғни бұл жерде үтір де болмау керек, жақша да болмау керек. Бұл үшін
Python tilinde kısaca bir yani print bir nerse var. Bulda deyin namısın aldıda yani siz massifinizin aldına köbeytü belgisini koyup ketesizler. Endi saktap tabiri şumşa satayık. 4, 3, 2, 2, 3. Yani 3 deyin kesimizde 2, 2 veriledi. İkinci testimizde jasatıp göreyik. İkinci testimiz qanday? 5, 7, 5, 7, 6, 8. Biz, oy, şuna yazdım. Temingi yazı. 5, 7, 5, 7, bundan 6, 8. Men 7'leri çoyum gerek. 5, 6, 8. Көргеніңіздей, бұл жерде жауап шықты. Иә, бұл сұрақ сізге пайдалы болған шығар деп ойлаймын. Жалпы мен сұрақты lead кодтан алдым. Lead кодта remove element деген сұрақтан алдым. Бұл жерде біраз деген күрделі түрде берілген, бірақ мен сізге түсінікті болу үшін бұны біраз деген жеңілдеттім. Және деген білесіздер, lead кодта шығару, енгізу басқаша жұмыс жасайды, ал CodeForce'та басқаша жұмыс жасайды. Бірақ сізге CodeForce қатты пайдалы ма екен деп ойлаймын. Яғни көп есептер сол жерден келеді олимпиадада. Сол себепті осындай түрде біраз өзім өзгерістік жасадым. Жалпы бұннан да қысқа түрде кейін мен мына жерді біраз өзгертіп шығардым. Сізде солай етіп шығарып көрсеңіздер болады. Оны мен сіздің өздеріңізге қалдырамын. Иә, бүгінше есебіміз осы. Келесі видеоларда көріскенше қош сау болыңыздар.